Ерте заманда орманда ешкі мен және оның 7 лағы өмір сүріпті. Ешкі орманға кетер алдында қозыларына қасқырға есік ашпауларын сұрайды. Қозыларым, балаларым, есікті ешкімге ашпаңдар. Осылайша ешкі қозыларын тастап орманға тамақ іздеуге кетеді. Ешкі кете салысымен үйге қасқыр келеді. Қасқыр есікті соғып: Қозыларым, есікті ашыңдар. Мамаларың келді. Жоқ. Жоқ, ашпаймыз. Сен қасқырсың. Қасқыр қозылардың өзіне алданбайтынын біліп, орманнан даусын жіңішке ету үшін мед тауып алып, яғни бал тауып алып жейді. Қозыларым, есікті ашыңдар. Мамаларың келді. Жоқ. Жоқ, ашпаймыз. Сен қасқырсың. Жоқ. Ашпаймыз, сен біздің мамамыз емессің. Қозылар есікті ашпаған соң, қасқыр ашуланып орманға кетіп қалады. Бұларды қалай алдап соқсам екен? Көп ойлана келе қасқыр ешкі сияқты киініп алып қайтадан келеді. Қозыларым, есікті аша қойыңдар. Қозылар алданып қалып есікті ашып жібергенде қасқыр кіріп келеді. Қозылардың бәрі жан-жаққа қашады. Осылай қасқыр қозылардың бәрін ұстап алып, бір қапшыққа салып алып орманға қарай кетеді. Мама, қалған қозыларды қасқыр орманға алып кетті. Ешкі қозыларын қасқыр алып кеткенін естіп, дереу орманға барып, өз қозыларын құтқарып алады.